Здравствуйте, ребята! Саламатсыздарма, балалар. Суммативное оценивание за раздел «Мир профессии». Мынау берілген мәтінді оқып, және оқып шыққан соң, осы мәтіннің стилін анықтау керек. Бізде 5 стиль бар, балдар. Разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой и разговорный. Это художественный стиль. Дұрыс жауабы художественный стиль, көркем әдеби стилі. Екінші тапсырмада аспаздың жұмысы өте ауыр екеніне мәтіннен дәлелдемелер тауып жазуларың керек. Например, приготовить большую кастрюлю супа на 100 человек или больше очень непросто. Еще работать нужно много. А третье доказательство: нужно рано вставать и все успевать. Бірінші 100 адамға тамақ дайындау ол оңай емес. Бұл аспаздың қызметінің қиындығын бірінші дәлелдемесі. Екінші, жұмысы өте көп. Және үшінші, үлгеру үшін, тамақ дайындап үлгеру үшін өте ерте тұру керек. Міне осы аспаз жұмысының 3 дәлелдемесі қиын екендігінің. Значит, это 3 доказательства, ребята, что профессия повара очень трудна. Задание второе. Выпиши выделенные прилагательные с именами существительными. Правильно допиши окончание прилагательных. Определи род и число. Мәтінде берілген қарамен жазылған сөздерді зат есімдермен, қарамен жазылған сын есімдерді зат есімдермен байланыстыру керек. Олардың жалғауын дұрыс жазу керек. Және осы сөздердің родын және числосын дұрыс анықтау керек. В детском саду множественного мужского рода единственного числа. Работа непростая, женского рода единственного числа. Вот таким образом. Второе задание. Выпиши из текста слова предметы с их признаками по величине. Например, небольшое количество супа, большую кастрюлю. Затты білдіретін сөздерді олардың көлемі жағынан сипаттамасымен бірге теріп жазу керек. До свидания, ребята. Сау болыңыздар.